Қайырлы күн достар, тегін мастер-классымызды бастаймыз. Алдымен осындай трубочки дайындап үйренеміз. Қамырды дайындайық. Алдымен біз ұнды еліктен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне салқын сары майды салып, осылай ұнға аунатып отырып, крошка дайындап аламыз, үгітіп. Одан кейін үстіне 20 немесе 25% қаймақты салып, қолымызбен араластырып қамыр дайындап аламыз. Артық ұн қоспаймыз. Егерде қолыңызға жабысып жатса ғана шамалы ұн қосып жіберуге болады. Өзі осындай қамыр болады. Бізде 3 ингредиенттен тұрады. Осыны енді целлофанға салып, холодильникке 2 сағатқа, ең жақсысы 1 түнге қойып қойсаңыздар болады. Мен тапсырысқа дайындайтын болғандықтан осылай алдын ала дайындап 1 күн бұрын холодильникке салып қоямын. Қамырды алып мен 2-ге бөлемін, оны 4 пішті етіп жайып аламын. 4 пішті етіп жаю керек, сол кезде трубочки ораған кезде ыңғайлы болады. Қамырды жайған кезде қатты жұқа қылып жаймаймыз, орташа қылып жаю керек. Қалың болса да дұрыс піспейді. Осылай дайындап алғаннан кейін жайып, көз мөлшеріммен осылай дұрыстап барлығын бірдей етіп кесіп шығамын. Одан кейін осындай арнайы трубочкиға арналған формалар бар. Соған әр осындай кесіп қойған полоскаларымызды алып, осылай жайғастырып шығамыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, көрініп тұр, қалай орау керек екен. Осылай бірінің үстіне бірін жайғастырып, қатты жабыстырмаймыз. Сәл басып қойсаңыздар, өзі қамыр солай тұрады. Осылай барлық трубочкаларымызды орап шығамыз. Осындай трубочкиге арналған формаларды кондитерлерге арналған арнайы дүкендерден алсаңыздар болады. Барлығын орап алғаннан кейін противенімізге жайғастырып 30 минутқа 170 градусқа пешке салып пісіріп аламыз. Осы ингредиенттен 17-18 дана трубочки шығады. Трубочкилар пісті, осындай болып, сарғыш түсті болып пісіп шығады. Енді суытамыз, ол суығанша кремін дайындап аламыз. Креміне мен натуральный 33% сливки пайдаланамын. Міндетті түрде салқын болу керек. Оның үстіне сахарный пудраны салып, миксерлейтін боламыз. Алдымен жақсы қою крем болу үшін ең төменгі жылдамдығынан бастап ақырындап қоса отырып миксерлейтін боламыз. Осындай қою крем болу керек, төңкерген кезде ағып кетпейтіндей. Және де насадка пайдаланамын. Насадканың номері менде 333, бірақ ол маңызды емес, жай кондитерлік мешокқа да салып құйып шықсаңыздар болады кремді. Трубочкиларым суып қалды. Енді осылай толтырып кремін қойып шығамыз. Дайын болған трубочкиді үстіне сахарная пудраны сеуіп дастарханға қоя берсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өзі дәмді болып шығады. Дәмі балмұздаққа ұқсайды. Міндетті түрде дайындап, егерде сұрақтарыңыз болса, астына комментарийге жазып кетіңіздер. Достар, келесі мастер-классымыз бұл бізде сочники. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен бізге 1 жұмыртқа керек болады. Оның үстіне қантты салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған жылы сары май, қаймақ, шым-шым тұз және де ұнның үстіне қопсытқышты салып, қолымызбен жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Дайын қамырды целлофанға салып, холодильникке жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағат уақыт өтті, енді қамырды алып, бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Мен 30 граммнан бөлемін. Және де менде 18-19 дана сочники шығады. Қамырды дайындап алғаннан кейін ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе, қант
жұмыртқаның ағы және де бір ас қасық ұн керек болады. Барлығын салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Ендігі кезекте сочниктарымызды дайындаймыз. Ол үшін қамырды алып, осылай дөңгелетіп жаямыз. Және де ортасына салмасын салып, жан-жағын бірге біріктіріп аламыз. Және де осылай әдемілік үшін мен осындай формочка пайдаланамын. Сол кезде барлық сочниктарымыз бірдей болып шығады. Барлық сочниктарымды дайындап алдым. Енді осыны противеньге жайғастырып, пешке салып пісіріп аламыз. Сочниктарым пісті. Көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемі болып пісіп шығады. Суытып, үстіне сахарная пудраны сеуіп, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Ал енді кезекті дайындап үйренетін тәттіміз бұл біздің қытырлақ вафли. Алдымен бізге жұмыртқа, оның үстіне қантты салып, жақсылап венчикпен қанты ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін ерітілген сары майды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Және де үстіне ұнды салып, жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Өте оңай жасалады. Енді вафельницамызды алып, алдын ала қыздырамыз. Жақсылап қызғаннан кейін осылай мен бір ас қасық қамырдан салып пісіретін боламын. Бізде осындай ескі бұрыннан қалған вафельница өте жақсы пісіреді. Өзіме қатты ұнайды. Барлық жағын біркелкі етіп пісіріп шығарады. Вафлилар тез піседі, сондықтан осылай тездетіп піскеннен кейін қолымыз күйіп қалмас үшін абайлап осылай орап, видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай формаға келтіріп аламын. Бұл рецептпен жасалынатын вафлидің ерекшелігі, бұлар 2 күн, 3 күн өтсе де жұмсарып кетпейді, сол қалпы қытырлақ болып тұра береді. Ал кезекті мастер-классымызды бастайық. Осы мастер-класста біз осындай орешки дайындап үйренеміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, ал бастайық. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа және де қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерге бізге миксердің қажеті жоқ, жай венчикпен де осылай жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Оның үстіне ерітілген сары майды салып, оны да бір араластырып жібереміз. Және де ұнды біз 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Артық ұн салмаймыз, сол ингредиентте қанша деп тұр, сол ұнды ғана саламыз. Шамалы қолға жабысатын қамыр болады, бірақ біз оны тындырып 2-3 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Сол кезде қолымызға жабыспай, қамырымыз өте жұмсақ болып дайын тұрады. Қамыр дайын, енді осыны целлофановый мешокқа салып, 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Орешки дайындауға бізге арнайы орешница керек болады. Мен бұны Каспий магазиннен алған болатынмын. Өте жақсы пісіреді. Егерде қандайын аларыңызды білмей жүрсеңіздер, осындай фирманкін алуға кеңес етемін. Астына описание жазып кетемін. Осыны алдын ала 10-15 минут бұрын жақсылап қыздырып қоямыз қосып. Орешницамыз қызғанша біз қамырды дайындап аламыз. Бізге ол үшін міндетті түрде весы керек болады, таразы өлшеуге. Және де барлығын бірдей мен 7 граммнан бөліп өлшеп қоямын. Сіздердің егерде орешницаларыңыз басқа болса, бірінші өздеріңіз 6 граммнан, 7 граммнан, 8 граммнан өлшеп салып пісіріп көріңіздер. Менде осы орешницада ровно 7 граммнан кетеді қамыр. Қамырды салғаннан кейін шамамен 1-1,5 минутта осылай қызарып пісіп шығады. Орешкиларымыз осылай пышақтың көмегімен
абайлап алып, және де келесі қамырды салып, солай кезегімен барлық қамырды пісіріп аламыз. Кейбір кезде таразы дұрыс өлшемей, сол кезде печеньелар дұрыс шықпай жатады, асып кетіп жатады, немесе жетпей кішкентай болып қалып жатады. Сондықтан дым уайымдамаңыздар, жасай келе сіздерден де жақсы шығатын болады. Осы ингредиенттерден шамамен 48-50 дана орешки шығады. Енді ортасына салатын салмасын дайындаймын. Ол үшін мен вареная сгущенка пайдаланамын, және сақтап туралған грек жаңғағын қосып, осылай толтырып, екі жағына да бірдей етіп салып шығамыз. Салмасын салғаннан кейін осылай екі жағында бірдей етіп қосып қоямыз. Салмасын салғаннан кейін ол өзі жабысады. Барлық орешкиларымды толтырып шықтым. Енді осының үстіне сахарный пудраны сеуіп, немесе сеппесеңіз де болады, өз еріктеріңіз. Осымен орешкилар дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.